Ана деген тіршіліктің тірегі, армысыздар, қасиетті аналар. Қайырлы күн, қымбатты ұстаз аналар, арулар. Көңілдеріңізге көктем шуағындай, сезім мен нұр құйып, тағы да 8 наурыз халықаралық әйелдер күні де келді. Осынау көркем мерекенің қай кезеде орны бөлек. Олай болатыны, аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілікпен кең дүниенің өзі тек аналармен ажарлы. Бүгінгі арайлап атқан нұрлы таңмен бірге әрбір сәби жүрегі өзің деп соқса, бүгінгі мерекелік шарада тек жүрегі мейірімге толы аналарға арналмақ. Десек те уақытпенен жарыспайды, қияға қиялменен қарыштайды. Шәкірттер шын жүректен тебіреніп, өнерлерін анаға бағыштайды деп, 1-ші сыныбының келдік көктем құлпыр